Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тез дайын болатын аз ғана ингредиенттерден жасалынатын салаттың рецептісімен бөлісемін. Алдын ала қажетті ингредиенттердің барлығын турап дайындап қойдым. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен колбасаны осындай 4 бұрышты етіп турадым. Келесі кезекте бізде фасоль, одан кейін дайындап тазартылған гранат және жапырақ, салаты жапырағы, осындай ұзынша етіп турадым. Кішкене тұз қосамыз. Өздеріңіздің қажеттіліктеріңізге байланысты майонезді қосамыз. Және осы ингредиенттердің барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай салаттың түрі өте дәмді, өте әдемі шықты. Бұл салатты жасап көруге кеңес беремін. Міне біздің жасаған салатымыз дайын болды. Және де үстіне әдемілік үшін осындай сырмен үстінен теркадан өткізіп қойсақ болады. Әдемілік үшін салатымыз дайын. Әдемі тіл үйреді. Әрбір отбасының дастарханын сәнін келтіретін салат. Сіздер де дайындап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде дайындап көріп комментарияға өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Және видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар, міндетті түрде лайкты басып тіркеліп қойыңыздар. Және де бұл салат дастарханның сәнін келтіретін салаттардың бірі. Барлықтарыңызға ас болсын.